Ертеңінде таңертең ширек сағаттық ауыр ойдан кейін бірге бекімге келгендей болып, науқас бөлмесінен шығып, Гаушауға барып келмекші едім деп, докторхана бастығы қарттан киім-кешек ақша өтіне алды. Аз аялдап, Диншешің алуға құлақ қағыс етіп қойып кет, деді докторхана бастығы. Кеше түстен кейін Диншешің сені іздеп неше рет келіп кетті, ал сен бәрінде ұйықтап жаттың. Түн ортасында тағы да шұғыл науқас келіп, ал оның да мұрнына су жетпей кетті. Бәлкім ол да жайырақ тұрар. Оларды мазалаудың қажеті жоқ. Гаушауға барып киім-кешек ақша алып бәрібір қайтып келемін ғой. Докторхана бастығы қарт Суганланды қақпаға дейін шығарып салды да, қолын қатты қысып, қоңырқай арық жүзіне үңіле қарап, ыңғайластыруға тиісті жұмыстарыңды ыңғайластыр да тез орал. Ақшаның жарасы жеңіл, өмір бойы бейнеттеніп келеміз. Бай боп көргем жоқ, кедей болып өлгем жоқ, қарағым. Диншешің таптырмайтын бала, оны ұмытпағайсың, деді. Рахмет сізге, атай, мен сіздерді мәңгі ұмытпаймын. Гаушауға келген Суганлан Диншешіңмен өзінің ақшасын, киім-кешегі мен нәрсе керегін алуға Малтау алаңына барса, ондағы франциялық қожайындар ол нәрселер мұнда 24 сағаттан артық тұрып қалғандықтан белгілеме бойынша заң жолымен қазынаға өтті, деді. Ар айтып, бер айтып дәнеңе өндіре алмаған Суганлан Гаушаудан ашуға булығып аттанды да Шанхай қаласына келді. Досының үйіне қойған өзінің киім-кешегін ауыстырып киіп, доктордан киген киімдерін жуып тазалап үтіктеді. Диншешіңға арнап келіскен бір ақ көйлек және басқа да киімдер сатып алды. Онан соң оған өзі мен Диншешіңнің дәрі және тамақ қаражатын қосып, Сұңжи докторханасына жіберіп берді де, өзі пойызға отырып, Жияшың Қаңжуларға тамашалап кетті. Бір айдан соң оқу мезгілі таяды. Шамадан толы естелік, үлгі, аппарат, сурет кітаптарын көтерген Суганлан Шанхайға қайтты. Ол Шанхайдан қыстала жүріп пойызға шығып, Нанжин арқылы Тяньжин Поку темір жолымен Тяньжинге қайтпақ болды. Мынау ең тірескен вагонда Диншешіңмен қайта кезігу оның ойы тұрмақ, түсіне де кірмеген еді. Әсем де кіршіксіз ақ жібек көйлегі тіптен көз тартады. Мына орында біреу бар ма? Деп сұрады Суганлан. Қыз ештеңе естімеген сияқты былқ етер емес, сыртқа қараған күйі отыр. Бикеш, сабыр сақтап аз тұсқан Суганлан даусын көтере түсті. Мына жерде біреу бар ма? Отырсам бола ма? Қызда дыбыс жоқ. Балауыздан жасалған жандай тапжылмайды. Ей, Суганлан ашуға басты. Осы қыз дәуде болса керең болар, немесе қан тұқымынан шығар. Әйтпесе бұған мұндай кеуде қайдан бітсін деген ой келді оған. Бірақ енді не дерін ойлап болғанша қыз дүңк ете түсті. Отырғың келсе отыра бермеймісің? Қыз орнынан қозғалғанда, қайрылып қараған да жоқ. Төрт төңірегін шолған Суганланға бірде-бір бос орын шалықпады. Қой қорада қақтығып тұра-тұра бас айланып, әлі қашқан ол амалсыздан басын шайқап, шарбақ шамаданын сөреге қойып, бос орынға зірк кетіп отыра кетті де, қызды ту сыртынан оқты көзімен бір атып қойды. Қарсы алдындағы орындықта қатарласып екі адам отыр. Терезе жақта тәкаппар қаншаның қарсысында самайына шанжаулап ақ кіре бастаған кең маңдайлы, орта жастардағы еркек адам отыр. Сұрғылт костюмі мен галстогын шешіп қойған ол жейдесінің жеңін түріп бүктемелі қара желпуішпен тынбай желпінеді. Қасында көлденең жолақты көйлек киген 30-ды еңсерген әйел отыр. Екеуінің ерлі зайыпты екендігі беп белгілі. Суганланның отырғанын көрген олар біріне бір қарасып қойды да ләм-мим деспеді. Орта жасты еркектің езуіне болымсыз күлкі үйірілгендей болды. Әйелінің шырайында ешқандай өзгеріс болмады. Тек алты айрығынан тер кетіп, жүзі нарттай жайнаған Суганланды мейірімді көзімен шолып отыр. Суганлан сымының жанқалтасынан бет-орамалын алып, маңдайының, тамағының терін сүртті. Жейдесінің өргі түймелерін ағытты. Онан соң сымының тағы бір жанқалтасынан бір кітап алып шықты да, әлгіндегі ашуын баспақ болып, бар зейінін кітапқа салды. Пойыз зымырап келеді. Гуды күні ауық-ауық естіледі. Вагон қалыпты баяу тербеледі. Азамат,
Оқып отырғаның не кітап? Қанша уақыт өткені белгісіз, Сугуанланның құлағына қоңыр дауыс естілді. Басын көтеріп қараған ол, орта жастардағы бурыл шашты адамның өзіне қарап күлімсіреп отырғанын көрді. Сугуанлан жауап ретінде иыққаға езу тартты да кітапты жауып үн-түнсіз оған ұсынды. Топология және мүмкіндік. Германиялық Төлейкірдің шығармасы. Орта жасты адам мұқабадағы немісше сөзді қанзушаға аударып оқыды. Онан соң кітапты парақтай отырып мазмұнына көз жүгіртті де, математика оқимысың? Деп құмарта сұрады. Жоқ, химия оқимын. Қайда шөде? Боқай дашосының химия факультетінде. Боқай дашосының мектеп меңгерушісі доктор Шалуды ғой. Оған қайдағы докторлық ау, деді азамат жаратпаған қалып байқатып. Ол Камбридегі дашосын тауысқан, құдайшылық ғылымының докторы емес пе? Орта жасты жолаушы әйелмен бір-біріне қарасып күлді де, атың кім азамат? Деп сұрады. Өзіңізші? Менің бе? Иә, біздің алдымен өзімізді таныстыруымыз керек еді, деді орта жасты жолаушы жайдары күліп. Менің фамилиям Лин, атым Инчо. Германиядан жаңа қайтып келе жатырмын. Мынау менің жамағатым. Аты Сонсубу, композитор. Атақты оқымысты Лин Инчо профессор сіз боласыз ба? Деді Сугуанлан еріксізден әрі таңырқап, әрі қуанып. Атақты болу қайда? Деді профессор жай күліп. Осы сапарда екеуіңізбен танысқандығым үшін өзімді бақытты санаймын, деді Сугуанлан ыстық ықыласпен құрметте қол ұсынып. Енді өзіңмен танысуға болар ма? Деді бағанадан үнсіз отырған Сонсубу да күліп. Япырай. Сугуанлан қысылған рай білдіріп басын жайқады. Менің сіздерден чиректеріңізге де келмеймін. Менің атым Сугуанлан. Сугуанлан, Лин Инчо алдындағы азаматты байыптай шолып өтті де. Сен Шаңжияң бақылау станциясындағы супыңше профессордың несі боласың? Деп сұрады. Ол менің әкем болады. Бәсе, сойып қаптап қойғандай екенсің. Қойыңызшы. Жігіт қабағын түйіп басын жайқады. Сол қазымыр әкені ауызға алып қайтесіз. Профессор Лин Инчо мен Сонсубу бір-біріне көз қиығын тастап, енді бірдеме деуге оқтала бергенде, олардың сөзін сыңғырлаған қыз даусы бөліп жіберді. Сугуанлан, сен бе едің? Селк еткен Сугуанлан жалт бұрылып қараса, тал шыбықтай бұратылған баяғы бикеш екен. Қазір ол артына бұрылып Сугуанланнан көз айырмай қарап тұр. Қаздың жұмыртқасындай ұзыншалау ақша жүзді, оның жалт-жылт еткен бота көзі жан тербетеді. Сен екенсің ғой, деген Сугуанлан таңдана дауыстап жіберді. Иә, Сугуанлан, дәл менмін. Мені ұмытқан жоқсың ба? Қыз титтей де қымсынып жатпай-ақ қос қолын созып жігіттің қолынан ұстады да, қыса тұрып сілкіп-сілкіп жіберіп, ықыласпен күле сөйледі. Ойпыр-ай, сен ақыры іздеп тапқанымды қарашы. Сені іздеп қанша сарсаң болдым деші. Қайда жасырынып жүрдің? Мені не деп атамақ болғаның есіңде ме, а? Есімде. Сугуанлан құлағына дейін қызарып кетті. Қыздың жалындай шарпыған лебінен ол шынымен-ақ тайсайын деді. Есіңде ме? Мені не деп атауға тиістедің? Әпеке. Дәл айттың, әпеке деуің керек. Қыз жігіттің ат жақты келген жүзіне, нұрлы көзіне қарап сықылықтай күліп тұр. Ал айтшы, доғдырғанадан шыққаннан кейін қайда жасырынып жүрдің? Жасырынғам жоқ, тамашалап, Қаңжуға барып келе жатырмын. Тамашалап? Ойын позысың ау? Мені доғдырғанаға тастап сарылтып, әптен зарықтырмадың ба? Сугуанлан қатты қысылып тұрғанда, бағанадан үнсіз отырған Сонсубу сөзге араласты. Екеуіңдікі тегі қандай іс болып кетті? Сонсубу, екемізді аң-таң қалдырдыңдар ғой, деп күлді профессор Лин Инчо бурыл шашын сипай отырып. Мына түрлеріңнен қарағанда танысқан емес, тіпті араларында керемет бір қатынас болған-ау, Болғанда қандай? Қыз шиғалпағын алып қойды да ынталана сөйледі. Оған қиуадан қиысып, осында кездескенімді қарашы. Енді әңгімелеріңді айтып берсеңдер қалай, тыңдайық, деді оқымысты қолымен ишараттап. Болады, қыз жарқылдай күлді.
Бірақ кейбір жағдайларда мен де қанық білмеймін, Суганланның өз айтқаны жөн. Айтуға татырлық не бар дейсіз, деді Суганлан басын шайқап. Теңшешің, сен айта бер, алдымен сен баста, деп Лиңинчу күле сөйледі. Суганланға қосымшасын айтқызамыз. Мен профессормын, ол оқушы, менің тілімді алуға тиіс. Жарайды, мен алдымен айтайын, деп қыз тағы да жарқылдай күлді. Дегенмен өз жайыңды өзің айтасың, деді ол Суганланға. Суганлан жымиып қана қойды. Болады да, болмайды да деген жоқ. Шамамен бір айдың алды болатын. Мен Шанхай маңындағы бір шеткері малтау орнына малтауға бардым. Қыз бар зейінін сала өткен күндерді еске алды. Сол күні малтаудың қызығына түсіп, тым алыстап кетіппін. Сұмдық нөсерлі дауылға кезікпесім бар ма? Нөсерлі дауылда. Суганлан Шанхайдың қала ішінде 2 күн тұрғаннан кейін Гаушауға барды. Бұл қала маңындағы көркем көріністі шағын қалашық болатын. Шетелдіктердің бірқыдыру сарайлары, дүкендері, клубтары мен шетелше шағын ғимараттары. Қуаңпы өзенінің жағасына айқұш-ұйқыш орнаған бір өзеншенің теңізге құяр жерінен француздар табиғи малта орнын жасаған болатын. Жағада бірнеше шәкене құрылыстар, жайылманың ол жер бұл жерінде саялық шатыршалар көрінеді. Су бетінде құтқару қайығынан бірнешеуі қалқып тұр. Бұл күні түстен кейін аспан шайдай ашық еді. Күн қатты шыжып, қапырық ыстық болды. Малта орнына келіп, тесті тәртіптерді өтеп, киімдерін сақтауға беріп, бір стакан пиво ашып алған Суганлан жаяулап жайылмадан өтіп, өркештеп жатқан дарияның құшағына топшысын қомдай қойып берді. Ол бірде жағаға жақын таяу ағыста ағын қуа малтаса, бірде тереңге тартып, тез ағында толқын жарып, жалғыз өзі құмары қанғанша көсіле жүзді. Ол сәншилік еді. Бала жасынан тартып, дене тәрбие өнеріне мықтап қызықты. Датун қаласы мен Хуанюан ауданында орта мектепте оқып жүрген кезінде мектептің әйгілі желаяғы, атақты баскетболшы болды. Әр жолғы қысқы жазғы демалыстарда тауға шығу, жаяу саяхат жасау қатарлы қимылдарға қызыға қатынасты. Хуанюан ауданы әйгілі Бүйехың тауына жақын еді. Талай жазғы демалысын Суганлан міне осы Бүйехың тауындағы ерте заман бұтханаларында өткізді. Тау шатқалдарындағы монақтармен бір жүріп, әр күні сабағын пысықтағаннан сырт тауға шықты, саяхаттады, өсімдіктердің үлгісін жиды. Тез ағынды терең суларда малтады. Жасы 70-тен асқан кәрі монақтан жұдырық және шүйгін өнерлерін үйренді. Ол салмақты да сергек жас еді. Ұзақ жылдар бойы ұртыс жалғастырған дене тәрбие оны сұңғақ бойлы, кең жауырынды, сау денелетіп шынықтырды. Өзі қазір оқып жатқан жаратылыстық ғылымдарды сүйетін, тұрмысты сүйетін. Ол ұлы табиғатты тіпті де сүйетін. Ұядан шыққан жас түлектей ылғи тіршілікке құмартып сеніммен қанат сермейтін. Шетсіз де шексіз ғажайыпта бай, күллі көркем дүниеге қиядан көз салатын. Жағадан шалғай тез ағында шалқалап та, бақашалап та малтап көп жүрген Суганлан кенет күннің қыстыға күркіреген даусын естіді. Шалқасынан аунай түсіп, көз жіберген оған шығыстан Найжағайдың от қамшысын үйірген түйдек-түйдек қара бұлты көрінді. Қара бұлттың жөңкіле көшіп, Найжағайдың шартылдап жарқылдауына ілесе, өзен бетінде де долы жел өрекпіп, толқын тулай бастады. Жалма-жан еркін малтауға ауысып, жедел жағаға тартқан Суганлан ес кетіп жан шыға жайылмаға шыққанда, гүрсілдеген жай үні төбедегі қара бұлтты жыртып та жіберген еді. Селектеп құйған нөсерді Найжағай нұрға білейді. Құтырынған жел жағадағы ағаштардың бұтақтарын жұлқылайды. Құтқару қайықтары да, жайылмадағы алажасыл шатырлар да көзден ғайып болыпты. Малтауға келгендердің әлде біреулері кетіп қалған, әлде біреулері ғимараттардың төбелері астында 2-3 топтасып, решеткаға сүйеніп, нөсерлі дауылдағы өзен көрінісін нұсқасып тұр. Баспалдақтан жүгіре шығып, малтау орнының үлкен үйіне кірген Суганлан таза сумен жуынып алды да, киімін ауыстыра жүріп, дауыл көтерген
Алып толқынды Хуаңпужияң өзеніне көз тастады. Тынық мұхит бетіндегі теңіз шуылы көтерген нөсерлі дауыл Хуаңпужияң өзенін буырқантты. Алып толқын бүктетіліп, асауағын ала сұрып, күн күркіреп, нажағай жарқылдап, ұлы табиғаттың керемет кестесін тікті. Ақ бұйра өркештер арасынан кенет бір қызыл ноқат толқын жотасынан көрінді де, лезде толқын жақпарына кіріп кетті. Кеніп жатқан Сугуанлан кідіре қалды да, мөлдіреген сопақша қара көзін қызыл ноқаттан аудармай қуа қарады. Қызыл ноқатты бірнеше рет қозғалғандай болып барып, асауағынға жұтылып, Хуаңпужияң өзенінің төменгі ағарына қарай дөңгелей жөнелді. Ойпыр-ай, деді Сугуанлан шошына дауыстап. Адам екен, қауіпке ұшырайтын болды ау. Ол киімдерін тастай салды да, Малта орындағы французға барып, қайық жіберіп құтқаруды талап етті. Шетелдік ойламаған жерден иығын шығарып көнбей-ақ қойды. Мынау адам өмірі, деді Сугуанлан сабырсыздана наразылық білдіріп. Онан соң бір шетелдіктің қолынан дүрбісін жұлып алып, дария бетіне қарады. Оның өткір көздері алдамаған екен. Қызыл малтау киімін киген бір адам қатерлі дауыл, дүлей толқынмен жан таласа жағаласып барады. Қанша айтса да шетелдіктер Сугуанланның сөзін пішті оғырлы көрген жоқ. Құтқарушы қайық шығарудан бас тартты. Ызаға булыққан жігіт титыға құрып әлсіреп тұрғанына қарамастан, шорт бұрылды да артына қарап та қоймай баспалдақтан түсіп, күркіреп астаң-кестең болып жатқан ағынға қарай тұра ұмтылды. Өрекпіген нөсерлі дауылда түтеген өзен бетінде қанша уақыт өткені де, дүлей ағын өзін қанша алысқа айдап апарғаны да белгісіз. Әйтеу Сугуанлан қызыл су киімін киген адамның алдынан шығып, оның басын су бетіне шығарғанда ғана бақытсыздыққа ұшыраған жанның қыз екенін бірақ білді. Алайда қыз кірпігі ғана қимылдап, бар қуатынан айырылып қалған екен. Қыздың басын су бетіне шығарған Сугуанлан алқына демалып, аузындағы жаман суды түкірді де, бір қолымен аққан қызды сүйреп, бір қолымен су есіп, су ағысын байқай отырып, машақатпен жағаға тартты. Бұл өмір мен өлім сайысқан, жігер қуат, рақымсыз меңіреу табиғатпен белдескен жан түршігерлік айқас еді. Түстен кейінгі Малтауда әлінен әбден айырылған Сугуанлан қажымас ерлік, мұқалмас жігермен басын бәй тігіп, мүлде бейтаныс бір қызды құтқаруда. Түн пердесі біртіндеп түсірілді. Толассыз жарқылдаған нажағай қана тұңғиық аспан әлемін анда-санда тілгілеп, сүркей толқынды долы дария бетіне жарқсап қарайды. Сугуанлан жан таласа алқына жүріп, бар қайратын салып, қыздың басын су бетіне шығарды. Алып толқынды аударып, Әзірейілдің шеңгелін арман серпіп тастады. Әл дәрмені ада күде үзіліп бара жатқан соңғы сәтте, ол табанының жерге тигенін сезді. Жоқ, бұл жер емес, бұл өмір. Өмір. Азамат есінен танған қызды көтеріп сенделіктеп жайылмаға шықты. Тас қараңғы түн. Ол аяғын тас қағып жығылып түсті. Жығылып бара жатқан қас қағым аралықта да жайылмадағы малта тастар үстіне алдымен өзі жығылып, өз денесін төсеніш етіп, суға аққан осынау бейтаныс жанды мүмкіндігінше қорғаштауды ұмытқан жоқ. Астыңғы ернін тас қып тістеп алыпты. Көгерген ерінен аққан қызыл қан маңдайының шықшытының, төбесінің жарақаттарынан жосылған қандармен тоғысып, терісіне жабыса төмен қарай сорғалауда. Орнынан тұруға шамасы жетпеген ол, бір білегімен қызды қолтықтай сүйреп, бір білегімен шынтақтай жер бауырлап жылжып келеді.